Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгінгі ұлттық бірыңғай тестке дайындық жұмысымызды 3 бағытта өткіземіз. Бірінші бағыт есте сақтау. Биологияда термин сөздер, жалпы түсініктер, мәліметтер, ғалымдардың еңбектері сияқты мәліметтер өте көп. Оны есте сақтап қалу жоғарғы сынып оқушыларына көптеген қиындықтар туғызуда. Сондықтан келесі тәсілді қолдану арқылы есте сақтауды жеңілдетуге болады. Биология тіршілік туралы ғылым. Тіршілік, логос ғылым. Ендеше ғылым. Гистология ұлпалар туралы ғылым. Паразитология паразит құрттар туралы ғылым. Осы сөз тіркесті ұмытпаңыздар. Биология ұғымын Жан-Батист Ламарк 1802 жылы гидрология еңбегінде жарық көргеннен бастап қолдана бастады. Балалар, биология ұғымын, күнделікті өмірде естіліп жүрген биология ұғымын Жан-Батист Ламарк енгізген екен. Бізге Жан-Батист Ламарк зоология философиясы, француз флорасы атты 3 томдық еңбектермен әйгілі. Алайда гидрология еңбегі туралы өте сирек жазады. Шын мәнісінде гидрология еңбегінде Жан-Батист Ламарк метеорологиямен айналысып, жер бедерінің өзгеруіне сыртқы факторлардың әсер еткені туралы жазып кеткен болатын. Ботаника ғылымы, өсімдіктер дүниесін зерттейтін ғылым. Енді қызыл кітапқа келіп тоқталатын болсақ, қызыл кітап сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар өсімдіктер мен жануарлар түрлерін қорғау мақсатымен жазылған. Қазақстанда қызыл кітап тұңғыш рет 1978 жылы шықты. Онда омыртқалы жануарлардың сиреп бара жатқан түрлері тіркелді. Екінші басылымы 1991 жылы, үшінші басылымы 1996 жылы шыққан болатын. Ал Қазақстанның өсімдіктерге арналған қызыл кітабы 1981 жылы жарық көріп, онда өсімдіктің 303 түрі сипатталды. Осы мәліметтерді, осы санды қалай біз есімізде сақтаймыз? Балалар, мінекей қарап отырсаңыздар, алдымызда адам бейнесі бейнеленген. Оның оң жақ қолында бір деген қазық тұр. Онда қазыққа шар байланған екен. Сол жақ қолында қазық тұр. Бірақ та оның шары екі жіппен бір деген қазыққа байланған екен. Ал енді алдымызда тұрған адамның өзін сипаттайық. Қыр мұрынды, көзінде көзілдірігі бар, басында фуражкасы бар. Фуражкасының дәл маңдайында қызыл жұлдыз жарқырап тұр. Балалар, осы алдарыңыздағы бейнені енді біз сіздермен қарастырайық. Қыр мұрынды аңғарсаңыздар, бұл бізде 7 саны. Төңкерілген 7 саны. Көзіндегі көзілдірігі 8 саны. Сонда 7-8. 78. Қызыл кітаптың бірінші басылымы 78 жылы шықты. Келесі 1991. 91. Екінші басылымы. Келесі 91, одан кейін бізде жұлдыз болды. 91-ге 5-ті қоссақ, 96. Міне балалар, алдарыңызда 1978, 1991, 1996 жылғы қызыл кітаптың шыққан жылдары сіздердің естеріңізде осы сақталуы керек деп ойлаймын. Енді сол жақ қолындағы жаңағы шарға назарымызды аударайық. 1991. 303 аңғарсаңыздар, өсімдіктердікі. Көріп отырсыздар ма? Гүлдің суреті салынып тұр. Ендеше Қазақстанның
өсімдіктерге арналған қызыл кітабы 1991 жылы шықты. 303 өсімдік сипатталды. Келесі тыңайтқыштар. Тыңайтқыштар тақырыбында өте көптеген сұрақтар келеді. Соның ішіндегі минералдық тыңайтқыштар, олардың өсімдіктердің қандай мүшелеріне әсер етеді екеніне келген кезде көп біз сіздермен алған білімдерімізді шатастырып жатамыз. Сондықтан да сіздерге мен қазір келесі суретті салайын. Мінекей, осы кестеде қандай мүшесіне қандай тыңайтқыш керек екендігі туралы мәлімет сіздерде беріледі оқулықтарыңызда. Бұлай гүлдің суретін салуға мен тырысайын. Тамыры дейік. Так, мынау жапырағы. Мынау гүлді салайық. Балалар, енді осы салған суретті мен 3 бөлікке бөлем. Бірінші бөлік. Екінші бөлім. Қараңыздар. Мына жерге мен келесі әріптерді жазайын. Ф әрпі, А әрпі және де К әрпі. Факт деп жаздым. Қарап отырсаңыздар, балалар. Ф дегеніміз фосфор. Фосфор керек екен генеративті мүшелерге. Ал біз білеміз сіздермен, генеративті мүшелер дегеніміз бұл тұқым, гүл және жеміс. Фосфор жемістің дұрыс пісіп жетілуіне тікелей әсер етеді екен. Фосфор жетіспесе, жеміс жидектеріміз уақытында піспейді. Келесі азот. Азотқа келіп тоқталатын болсақ, балалар, көріп отырғандарыңыз мінекей жапырақ. Жапырақтың солып қалуы, жапырақтың бозарып кетуі, жапырақта дақтардың пайда болуы осы азоттың жетіспеушілігінен болады екен. Келесі бұл калий. Калий көбінесе, балалар, тамырды қоректендіруге өте үлкен өзінің септігін тигізеді екен. Міне, қарап отырсаңыздар, балалар, егерде сіздер осы алгоритмді біліп отырсаңыздар, сіздер еш уақытта тыңайтқыштардан шатаспайсыздар. Келесі, балалар, екінші бағытымыз бұл ұбт-да жиі кездесетін сұрақтарды талдау. Айгүлдің атасы жылда қызанақ еккен жерге 3 жылдан кейін жоңышқа егу себебі дейді. Ал сіздер жақсы білесіздер, балалар, жоңышқа, беде, бұршақ, бәрі бұршақ тұқымдастар. Ал бұршақ тұқымдас болғаннан кейін, әрине, бұршақ тұқымдасының бір ерекшелігі, олардың тамырында түйнек бактериялары симбиозда болып, атмосферадағы 78% азотты өзіне тарта алу қабілеті. Сондықтан да біз мына жерде қалай деп жауап береміз? Топырақты азотпен байыту деп жауап береді екенбіз. Мінекей, балалар, беденің суреті, жоңышқаның суреті. Көріп отырған шығарсыздар. 1 жыл өскен дақылы гектар жерде центнерге дейін азотты байланысты істеген түзе алады екен. Келесі сұрағымыз. Бұл көп жауапты сұрақтардың бірі. Төменде берілген өсімдіктердің аналық жатынында тек бір ғана тұқым бастама, тұқым бүршік дамиды дейді. Қайсында? Өрікте, шиеде, шабдалыда. Қанекей, балалар, мен қазір сіздерге осы суретті салуға тырысайын. Балалар, қазір мен аналықтың суретін салайын. Гүлдің көбейген мүшелерін салып жатырмын. Аталық мінекей. Аталықтың тозаңы. Тозаңдану үрдісі жүріп жатыр. Тозаңдану біткеннен кейін, білесіздер, ұрықтану процесін жүретін. Сол кезде ұзын түтік пайда болады. Осы ұзын түтік арқылы бізде 1-2
сперми, бір тозан екі спермиден тұрады, мынау бірінші, мынау екінші деп белгілеп қояйық. Жатында тұқым бастамалар немесе тұқым бүршіктері болады. Әр тұқым бастама я тұқым бүршік екі жасушадан тұрады. Біріншісі ол жұмыртқа жасуша, генетикалық символын белгілеп қойдық, ал екіншісі ірі жасуша. Ірі жасуша. Біз аналықтың үш бөлімін білеміз, балалар. Аузы, мойыны және жатыны. Көріп отырған шығарсыздар. Енді есімізде біз қалай сақтаймыз? Бірінші сперми, қосылған жұмыртқа жасуша тең болады, тастап кетейік. Келесі, екінші сперми, қосылған ірі жасуша тең болады, тастап кетейік. Келесі, енді бізде мына жерде тұқым бүршікті ТБ деп белгілейік. Тұқым бүршіктен пайда болады. Ал мына бөлімді біз жатын деп атағанбыз. Жатын. Ал жатыннан пайда болады екен. Қараңыздар, балалар, не пайда болады екен? Жатын қоректік заттарды жинай келе жеміске айналады екен. Жатын неге айналып тұр? Жеміске. Жатыннан жеміс түзіледі екен, балалар. Тұқым бүршіктен не түзіледі? Тұқым бүршіктен тұқым түзіледі екен. Тұқым. Келесі, енді бірінші сперми мен аналық жасуша бірігуінен пайда болады екен ұрық. Екінші сперми және ірі жасуша пайда болады екен эндосперм. Эндосперм деп қана эндо деп жаза салайын, оны өздеріңіз түсініп жатасыздар. Хромосомалық жиынтығына келіп тоқталатын болсақ, эндосперм сіздер жақсы білесіздер, 3N, ал ұрық бізде 2N. Мінекей, балалар, осы схеманы естеріңізде сақтап қалсаңыздар, тозаңдану, соның ішіндегі ұрықтанудың қалай жүретінін, қандай бөлімдерде жүретінін сіздердің көз алдарыңызда үнемі осы сурет елестеп тұрады. Келесі сұрағыңыз, балалар, ес сезу мүшесі дамыған құс. Қарап отырсаңыздар, қаршыға, дауылпаз және киви. Балалар, негізі құстарда ес сезу қабілеті өте нашар, жоқ деп те айтуға болады. Алайда көбінесе жыртқыш құстар және жыл құстарында осы ес сезу қасиеті дамиды екен. Соның ішіндегі киви туралы ерекше айтып кеткім келіп отыр. Киви төс қырынсыз құс. Әрине ол ұша алмайды. Киви Жаңа Зеландияның ұлттық символы. Эндемик, есімізде сақтап қаламыз. Түнде қорегін аулайды. Тұмсығының маңында вибрис талшықтары болады. Ес сезуге көмектеседі екен. Үшінші бағытымыз, балалар. Бұл сұрақтар көбінесе биологиялық сауаттылық пен функционалдық сауаттылықтарға беріледі. Алдарыңыздағы мінекей екі сурет. Осы екі суретке біз біраздан кейін қайтадан қайтып келеміз. Сұрақ. Мұхит суының қайтуы және толысуы үнемі жүріп отырады. Мұхит суының толысуы кезінде суда қоректік заттардың көп болу себебі судың беткі қабатында қалқып жүретін планктондар көбейеді. Балалар, негізі мұхит суының толысуы және қайтуы бұл ай мен күннің тарту күшіне байланысты. Бұл сұрағымыз біздің көбінесе географиялық тұрғыдан қарастыруымыз керек. Нәтижесінде мұхит суы толысады да, бүкіл зоопланктон, нектон, бентос
қозғалысқа ұшырайды екен. Планктон жоғары қарай көтеріледі, өйткені қоректік зат көбейе бастады. Ал планктон көтерілгеннен кейін барлық мұхит тіршіліктері жоғары қарай көтеріліп, қоректенеді екен. Мінекей, сол кезде біз мұхиттың суының толысуы кезінде, қайтуы кезінде көптеген құбылыстарды, көптеген ағзаларды көретініміз осыған байланысты. Келесі сұрағымыз. Балықтар су астында әртүрлі дыбыс шығарады. Бұл балық теңіз әтеші деп аталады. Шынына келгенде, ол әтеші шақыра алмайды екен. Бірақ оның есесіне қатты шырылдайды. Сәулелі қанатты балықтардың өкілі. Берілген сұрақтардың ішінен сипаттамасын табуымыз керек. Сүйекті қабыршақтары денесіне жапсарласа орналасқан. Кәсіптік маңызы бар дейді. Балалар, егерде сіздер әр сұрақты талдасаңыздар, денесін бойлай 5 қатар изді ірі мүйізді шықтырлар орналасқан. Бұл әрине көбінесе албырт бекіре тәріздестерге тән белгі. Электр қуатын шығарады, бұл скат балығына тән белгі. Ішке ұрықтану, құйрық жүзбек қанатының қалағының астыңғысынан үлкен болу, бұл акулаларға тән белгі. Соның ішінде жаңағы айтып отырған теңіз әтеші шынымен ақ сүйекті қабыршақтары денесіне жапсарлар орналасады екен, кәсіптік маңызы бар. Тіпті теңіз әтешінің тікелей кәсіптік маңызы болмаса да, бірақ та теңіз әтеші соңғы кездерде жойылып бара жатыр. Өйткені оның еті өте дәмді. Сондықтан да көп жаңағы сұранысқа ие екен. Балалар, алдындағы көрсеткен екі суретті енді байланыстырып көрейік. Алдымызда тұрған мінекей теңіз әтеші, жаңағын айтып кеттік, сәуле қанаттыларға жататын. Екіншісі жаңағы мұхит суының қайтуы және толысу. Екеуінің ортасында бір байланыс бар екен. Ол байланыс неде? Ол байланыс мұхит суы қайтқан кезде теңіз әтеші литеральды аймақта қалып қояды екен. Литераль дегеніміз сіздер географиядан жақсы білесіздер, теңіз жағалауына жақын аймақта айтамыз. Енді су қайтқан кезде шалшықтарда, аз қалған суларда теңіз әтеші қалып қояды. Оның бір ерекшелігі тек қана желгезекпен ғана емес, ол терісімен де тыныс ала алады екен. Сондықтан да су қайтадан қайтып келгенше, қайту болғанша, өзінің топырақтың астына, тастың астына кіріп кетіп, біраз уақыт өзінің өмірін сақтай алады екен. Мінекей, балалар, қарап отырсаңыздар, сұрақтардың бәрі де бір-бірімен тығыз байланыста болады. Сонымен, балалар, біз сіздермен келесі сабақта ұлттық бірыңғай тестте кездесіп жүрген генетикалық есептерді шығарумен айналысамыз. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.